Жол мәселесі әрдайым билік назарында. Осы орайда Аманат партиясы автомобиль жолдары құрылысы мен жергілікті және облыстық маңызы бар жолдардың инфрақұрылымын дамыту бағыттарына арналған комиссия отырысын өткізді. Жиын барысында өңірдегі жол саласына қатысты өзекті мәселелер мен атқарылып жатқан жұмыстар талқыланды. Қазіргі таңда облыс аумағындағы жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының ұзындығы 10.079 шақырымды құрайды. Оның ішінде республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы 1187 шақырым. 2026 жылы жергілікті маңызы бар жолдар мен елді мекен көшелерін жөндеуге 21,5 миллиард теңге бөлініп, жалпы 75 жоба іске асырылуда. Нәтижесінде 165 шақырым жол құрылыс, қайта жаңғырту және орта жөндеу жұмыстарымен қамтылмақ. Сонымен қатар Жуалы ауданында бұрынғы жолдың жағдайына қатысты тұрғындар тарапынан көтерілген мәселе қаралып, тиісті деңгейде зерделеу жұмыстары жүргізілуде. Жуалы ауданында бұл жерде заезд с трассы бұрынғы жолды, допустим, халық қайта сұрақ қойып жатыр. Сосын выезд на трассу, соны мы мәжілісменам тоже писали, они этот вопрос поднимали. Қашан ол шешім табылды? Сондай-ақ республикалық маңызы бар Қарасу, Масанча, Сартөбе, Тарас, Қайнар, Шу-Қайнар автожолдарында ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 105 мың шаршы метрден астам шұңқыр жөнделді. 3899 жаңа жол белгісі орнатылды. 2560 шақырым жол таңбасы сызылды. Комиссия отырысында жол сапасы мен құрылыс мерзімдерінің сақталуы қатаң бақылауда болатыны айтылды. Бекзат Әшірбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 News.